3 кітабы. Шығармада қазақ тарихында болған оқиғаларды, ел тағдырын шыншылдықпен бейнелейді. Және де осы болған оқиғалар арасынан мен әйел бейнесіне тоқтала кеткім келіп отыр. Қаһар романында кездесетін әйелдер бейнелері Алтыншаш, Ақбөкен, Бопай, Айғаным, Күміс, Күнімжан секілді қыздар. Осы қыздардың басынан кешкен оқиғалары арқылы біз ол сәтте әйел теңсіздігі орын алғанын біле аламыз. Мен осы бойынша Ақбөкен, Алтыншаш, Күмісті алдым. Бірінші Николай патша 1825 жылы 11 ақпанда шығарған жарлығы бойынша Сібірмен шектес қазақ секілді бұратаны ұлттардың жас қыздарын қолға түсіруге жарлық берген. Осы жарлық бойынша қолға түсірген қыздарды сатып алуға да, сыйлыққа беруге де, тіпті құлдыққа алуға да рұқсат етілген. Міне осы жарлық Тайжанның 7 жасар қызы Алтыншашты да қолға түсірген еді. Алтыншашты автор өте әдемі көркем сөздермен сипаттайды. Ол су перісіндей асқан сұлу, көрікті, ақылды қыз. Және де оны қарауыл басы офицер иемденіп саудагерге сатады. Қыздың көркіне таң қалған генерал-майор Фондерсон оны әлгі саудагерден қалап алып, өзінің үй сыпырушысы етіп жалдайды. Қыз қандай кішкентай болса да, осындай қорлыққа шыдауға мәжбүр болады. Және әйелдер бейнесіне тағы да бір мысал ол Ақбөкен. Ақбөкеннің бейнесін, сұлулығын автор өте әдемі сөздермен сөз мажондарын теріп, әдемі етіп суреттейді. Оның сыртқы бейнесі, ботадай мөлдіреген көздері, қыпшадай белі, кәмшат бөркі, барлығы да жұмақтан шыққан хор қызындай етіп өте әдемі болып суреттелген. Ақбөкен байтабынның атастырылған қызы. Және де бірақтан оны Серғазы хан өзіне тоқалдыққа қинап алмақшы болады. Бірақ Ақбөкен қалай да болсын одан құтылады. Яғни ол сәтте қыздар өздерінің сүйген адамдарына өз еріктерімен қосыла алмайтын. Және әйелдер бейнесі бойынша тағы да бір мысал бұл Күміс. Күміс өте әдемі, сұлу қыз. Ол өте бейкүнә, бірақ оның Қоңырқұлжа абыройынан айырады. Оның бірден бір себебі Қоңырқұлжа ұлы Жанаділ оған ғашық болады. Бірақ олардың қосылғанын қаламаған Қоңырқұлжа оны абыройынан айырып, опасыздық әрекет жасайды. Міне осы оқиғалар арқылы біз не түйуімізге болады? Ол сәтте қыздардың құқықтары мүлдем қорғалмаған. Және де олар алып сату, құлдыққа алу секілді көптеген қорлықтарға шыдауға мәжбүр болған. Енді осы шығармадағы әйел бейнесі, олардың аянышты тағдырларын оқи отырып, мен қандай ой түйдім? Бүгінгі біздің өмір сүріп жатқан зайырлы қоғамда тәуелсіз елде әрбір адамның құқығы сақталған, әрбір адам жеке тұлға. Осындай керемет дәуірге қол жеткізу жолында қан төккен Ағыбай, Кенесары, Сейтен секілді азаматтарымыздың рухына бас иеміз. Жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді кездестіруімізге болады. Жағымсыз кейіпкерлердің біріне Ожарды алсақ болады. Ожар өзінің жастайынан бірге өскен, жауға бірге шыққан үзеңгілес досы Сейтенді сатып кетеді. Яғни жау қолына тастап, Лебедевке ұстап береді. Ол қазір жер қорғайтын емес, жан қорғайтын заман. Өлсем жайып, өлтірсем қазы деген ұстаным арқылы өзінің тек қара қамбасын ғана ойлайды. Ал Сейтен керісінше, адал өлуде абырой деп, өзінің еліне өлергенше адал болып өтеді. Келесі жағымсыз кейіпкерлердің бірі ол Қоңырқұлжа. Қоңырқұлжа өте қолынан түк келмейтін, ешнәрсе істей алмайтын бір айлакер басқарушы. Ол тек ақ патшаға жағыну үшін ғана жүрген адам. Ол елдің, халықтың ақшасын жеп, өзінің қара қамбасын ғана ойлайды. Және де келесі тағы да бір жаман қасиетті, ол өте қатыгез әке. Оның Шыңғыс Жанаділ деген ұлдары болады, және ол өзінің сол ұлдарын өте қатты жек көреді. Тіпті соғысқа жіберіп, енді қайтып келмесе екен деген ниетпен жіберіп отырады. Ілияс Есенберлин осы жағымсыз кейіпкерлер арқылы өмірде неше түрлі адамдар болатынын, және де осы адам бойындағы сатқындық, опасыздық секілді жаман қасиеттерден бізді алшақ жүруімізге шақырады. Және де біз осы оқиғадан осындай жаман қасиеттерден жиренуіміз керек деп ойлаймын.
аңы Кенесарының сипатымен басталады. Кенесары Абылай ханның немересі, Қасым төренің ортаншы ұлы, әскери қолбасшы. 1837 және 1847 жылдар аралығындағы ұлт-азаттық қозғалысының көсемі қазақ ханының соңғы ханы. Енді Кенесарының образына тоқталып өтсем, Кенесары қалың ойға шомған сәтінде оған ешкім беттеп бара алмайтындай өр болатын. Және күрделі мәселе шешер кезінде қабан қарс жау тепсені ұстап алып, ақ орданың жүзін жолбарыс секілді кезіп, ерсілі қарсылы жүретін және көп ойланатын. Міне осы тұсынан-ақ Кенесарының жолбарыс секілді қаһарлы және өткір көздері әдеттегісінен гөрі қызара түсіп, адам баласын тіл қатпай сұстана қалатын еді. Міне осы кезде автор Кенесарының ойға шомған сәтінен бастап керемет сипаттаған. Кенесары өз алдына мақсат қоя біліп, мақсатына жеткенше айыбын тер төге білді. Оның негізгі мақсаты қазақтарды орыстардан бодандықтан құтқарып, қазақ хандығын құру еді. Кенесарының ағалары түрлі бекіністерді ауылдан шауып жүреді. Ал Кенесары болса ол ағаларынан түрлі тәжірибе алып жүреді. Сажа мен Есенгелді ағалары Қоқан еліне көмекке барады, бірақ ол жерден қаза табады. Бұны естіген Қасым төре Кенесарыны шақырып алады да, ағаларының кегін алыңдар деп сұлтан етіп тағайындайды. Ал Кенесары сол сәттен бастап отаршыл саясатқа қарсы шығу үшін көп әскер керек екенін түсінді. Сол кезден бастап әр жүздің билеріне хат жолдайды, бірақ хат жолдағанмен кейбір қазақтар оларға қосылғысы келмейді. Қосылғысы келмеген ауылдарға шауып, малдарын айдап, қару-жарақтарын әкетіп, солай жасайтын болған екен. Солай бірте дами бастайды. 1838 жылы Қоңырқұлжаның бекінісі, яғни Ақмола бекінісіне шабуыл жасамақ болып, ру басынан ақсақалдарды жиып алып, жоспар құрып жаңа саясат құрады. Яғни бір жылдың ішінде әскер санын көбейтіп, қару-жарақ дайындау керегін айтады. Осылайша Кенесарының қулығы мен ерлігінің арқасында Ақмола бекінісін басып алады. Бірте абыройы арта түсіп, халықтың ықыласына бөленеді. Кенесары одан Ақмола бекінісін басып алғаннан кейін тоқтамай, басқа да бекіністерді басып алады, ерлігімен көзге түседі. 1841 жылы Кенесарыны ақ киізге орап хан етіп тағайындайды, және хан етіп тағайындағаннан кейін оның жаулары көбейе түскеннен кейін Кенесарының өлтірмек адамдары болды, бірақ Кенесары жауларына төтеп бере алды. Міне осы оқиғадан Кенесарының батылдық, өжет, мықты қолбасшы екенін аңғаруға болады. Және қорытындылай келе Кенесарының ерлігін және одан басқа қасиеттерін айта келе, өзімнің Алтынүйе мектебінің біртуар азаматтың есіміне аталған мен үшін өте зор мақтаныш, Кенесарының ерлігі тарихта өшпес мәңгі із қалдырады.